грузовой мен ең бірінші тапсырысымды алдым. 40 минуттық жол. Мынау коробка. 15 килограмм шығар ары кетсе. Корпоративный заказ Технодомнан алып кеттім. 8070 теңге. Ауа райы болса аяз, қар, көктайғақ. Бұл мен бірінші опытым ғой, газель айдап жүрген. Бірінші газель айдап жатырмын. Сразу қиыннан бастасаң, басы қатты болса, аяқ татты болады дейді ғой. Тапсырысты аяқтап бітірдім. Бір тапсырыс, мені қараңыздар. 8640 теңге болды. Өйткені мен мына жерге келем дегенше пробкаға түсіп қалдым. Оның бәрін есептеді. Өйткені партнерский дейді ғой. Жаңағы қалай дейді? Корпоративный тапсырыс болғаннан кейін, Технодомнан түскен тапсырыс болғаннан кейін, бәрі ойдағыдай оңай болған жоқ. Әрине, мынау Митина 4 дегенге келдім. Болашақта вдруг сіздер келіп жатсаңыздар. Мына жерде 3 резиденциясы бар екен. Бұның бірінші, екінші, үшінші. Мынау картадағыдай кішкентай болып көрінгенімен, былай жаяу жүрсең, қолыңда 15 килограмм коробкасы аяз болған кезде түсінесіздер, не үшін бұл үлкен жилой комплекс екен. Комиссияларын алып болғаннан кейін маған қалғаны 7100 теңге. Жаңағы доставканы алғаным бар, мына жерге әкеп бергенім бар. И жолда жүрген уақыты бәрі 1 сағат 21 минут тапсырыс. Комиссиядан бөлек қалып жатқан 7000 теңге. Бұл доставка жай грузовой доставкадан 50%-ға қымбатырақ болды. Неге десеңіздер, бұл жерде жаңағы грузчик ретінде мені не қылып отырғы, жалдап отырғы. Мен өйткені мен тіркеліп атқан кезде грузовойға сұрады, грузчик ретінде жұмыс істей аласыз ба, жаңағы 30 килограммға дейінгі заттарды көмектесетін боласыз көтерісуге деп. Жарайды дедім, неге 50%-ға қымбатырақ болады, заказдар кішкене көбірек болады деді. Сол үшін мен без проблем келістім. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздер Қазақ такси арнасындасыздар. Арнаның жүргізушісі мен Орынбаев Мерей. Бұл арнада мен өзімнің такси бағытында жұмыс істеп жинаған 8-9 жылдық тәжірибемен бөлісіп жүрмін. Арнаға жазылмаған болсаңыздар, жазылып қойыңыздар. На нас не подписывайтесь, я вот этой бутылкой вас шандарахну. Видеоға реакция қалдыруды ұмытпаңыздар. Лайк, дизлайк, пікірлеріңізді қалдырып отырсаңыздар, конструктивті критикаларыңызды қалдырып отырсаңыздар, оның бәрін мен болашақта учитывать етіп, арнаны бұдан да ары дамыта беретін боламын. Көріп отқандарыңыздай газельмен шықтым. Көрейін деп жатырмын. Өмірімде газель айдап көрмегенмін мен негізі. Мектепте зил айдағанбыз, трактор айдағанбыз, жаңағы кішкентай. Ал жалпы негізі мен өмірімде көбінде жеңіл көлікпен жүріп үйренген адаммын. Міне кешегіден бері газельге міндім. Кеше қаңтардың 11-і Алматы қаласында ауа райы деген сұмдық болды. Қар жауды, аяз болды, көктайғақ болды. Соның өзінде бірінші рет отырып газельге, енді алдында 10 күн алғам негізі бұл газель. Сол ары бері жүріп кішкене тренировка жасадым. Кеше Яндекске тіркеліп, мына көріп отқандарыңызда 2 тапсырыс орындадым. 13148 теңге ол комиссиясын алып болғаннан кейін маған қалғаны 2 тапсырысқа. Бүгін де шығып жұмыс істеп, бүгін енді толық күнде қанша табуға болады деген тақырып емес. Бүгін жалпы тарифтер қандай, бұл грузовойға жұмыс істегілеріңіз келіп жүрсе, нені білген дұрыс, және қандай жаңағы плюс минустары бар,
кандай кыйынчылыктар болуу мүмкүн деген сыяктуу сондай такырыпка арнайын деп отырмын. Кичкене көктайгак болгондон кийин менде бул үлкен көлүктөр менен тажрыйба көп болмагандан кийин кичкене осундай бүгүн 4-5 тапсырыс орундоого тырысам, эгер берсе әрине. Тапсырыстар прям мен экономда істеп жүргендей биринен кийин бири түсүп аткан жок. Осылайынан күтүп отурады экенсиң. Кеше мисалы үйдөн чыгып, үйдөн косасап едим, 2,5 сааттай тапсырыс түспөй койду Калкаман жакта. Содан кийин жаймен келип, осы 12 месяцтин алдына келип турдум. Сомен осы жерде бір шамамен жарты саат 40 минут күттім тағы, содан кейін барып тапсырыс түсті. Жана алдында көргендеріңіздей бірінші тапсырысымның реакциясын түсірген болатынмын. Не айтса болады? Қараңыздар, грузовойға тіркелу менде енді БЦ категория обязательно. Праваңыз БЦ категориясы болу керек. Газель БЦ категориясы. Тіркелген кезде тест өтесіздер, жанағы тест бірінші жанағы обучение өтесіздер, обучениеден кейін тест өтесіздер. Сол тестті тапсырып болғаннан кейін сізге доступ ашылады. Тіркелуде сәлі кәдімгі көлікпен тіркелген сияқты тіркелесіздер. Қателеспесем, қазір барлық тарифке қосылу үшін кішігірім жанағыдай обучение өтесіздер, содан кейін тест өтесіздер, содан кейін барып не аласыздар. Грузовойдың 3 түрі болады. Мына көріп отырсаңыздар, маленький кузов олған жанағы Дамастар кіреді, олған жанағы Peugeot Partner дегендер бар, Volkswagen Caddy деген сияқты көліктер кіретін болса, жаңа мүмкін Деликаларда кіріп қалуы мүмкін. О маленький кузовқа көріп отырсаңыздар, мына маленький кузов 300 килограммға дейін 1 метр 70 сантиметр болу керек ұзындығы, биіктігі 90 сантиметр және 1 метр жаңағы ені болу керек. Сіздер тіркеліп атқан кездеріңізде сіздерден тағы да сұрайды, сіз грузчик ретінде жаңағы клиенттерге көмектесе аласыз ба, көмектесе алмайсыз ба деген не қылады. Егер мен көмектесем десеңіздер, мына 30 килограммға дейін жаңағы грузға көмектесуіңіз керек болады. Көлікке салысуға, жаңағы артуға, және түсіруге деген сияқты. Ол үшін қараңыздар, мысалы грузчик дегенді таңдайтын болса, бағасы жарты тарифтің жартысына тағы өседі. Мысалы 2000 болса, сізге тағы 1000 теңге қосылатын болады, грузчикті таңдайтын болса. Средний кузов дегендер бар, мына көріп отырсаңыздар, 2 метр 60 сантиметр болу керек, ұзындығы ені 1,30 болу керек, және биіктігі 1,5 метр болу керек. Салмақ көтеру 700 килограммға дейін артуға мүмкіншілік бар, және үлкен кузов 3,8 болу керек ұзындығы, ені 1,80, биіктігі 1,80, салмақты 1 тонна 400 килограммға дейін артатын болады. Одан артық алуға болмайды негізі. Көлік газбен жүреді. Әзірше есептеуге мүмкіншілік болмай жатыр, қандай расход жейтін. Ол жайлы мен келесі видеода толық күн жұмыс істеп, сол кезде бір күнге қанша километр жүргенімді және қанша жаңағы газға, бензинге қанша ақша құртқанымды соны толығырақ қылып түсіретін боламын. Сол үшін арнаға жазылмаған болсаңыздар жазылып, қасында қоңырауды басып қойыңыздар. Бұйырса жолдың бәрі ашылса, жақсы жаңағы не болса, сол кезде толық күнге шығатын боламын. Кеше айтып отқанымдай ауа райы қиындау болды. Неге қарай горный гигант, соның жоғарғы жақтарына барды, мен қатты тайғанық жерлер болды. Тем более груженный задний привод на жерде. Сәл бір-екі жерлерде опасный ситуациялар болып қалды. Бірақ әйтеуір Құдай сақтап нормальный болып бәрі негізі. Бірінші тапсырыс түсті. Так. Ратушнаға бару керек. Сауранбаева 2-ден. Үлкен кузов дейді. Прием передач бар екен. Бірақ без грузчика. Көреміз қазір қандай. Шамамен жарты сағат күттім, жаңағы 12 месяцтің алдында оттым ғой.
отмена жасап жіберді. Оларға үлкен үсті ашық па или совсем үлкен бортовой керек болып жатыр екен. Отмена жасай салыңызшы десем, мен отмена жасасам маған штраф керек. Жоқ, заказ жоқ. Жаңа отмена подачаның ақшасы 1919 теңге. Корпоративный болғаннан кейін жаңағы подачаның ақшасын алып маған берді. Бірақ енді явно ар жақта жаңа қырсық адам екен. Явно жалбыны өлтіріп жазып отыр ғой. Рейтингке влиять етпесе болды. Пройдите личность. Отправить. Әбден күттім, ё-моё, түсті ғой ақыры тапсырыс. Көреміз қазір қандай баға болатын. Мына жерде тағы айырмашылығы, мысалы анау экономда таңдаған кезде осынша уақыт беріледі, осынша уақытта клиентте болуыңыз керек дейді ғой. Мына жерде ондай жоқ екен. Опаздываете деп шығады ғой неде? Экономда. Газель айдағардың бір жақсысы, жоғарыда отырады екенсің, бәрін көріп отырасың, бүйтіп ше. Экономда жүрген кезде, премьерамен жүрген кезде бүйтіп, джиптарға бүйтіп қарайсың, типа өткізіп жіберші деген сияқты. Мына жерде былайна поворотник қосасында төбеден қарап деген. Типа өтіп өтейін деген сияқты. Терлеп кеттім. 13.740 теңге болды. Бұл грузчигімен бірге. Қатты ауыр заттар емес. Бірақ қалың киініп алғаннан кейін ары бері жұмыс істесең, тем более бұндай жұмыстан шығып кеткенбіз ғой біз. Терлейсің әрине. Так, мені қараңыздар, 16:55-те алдым тапсырысты. 18:15-те бітірдім. 1 сағат 20 минут кетті. Яндекс комиссиясын алып болғаннан кейін маған қалғаны қазір көрсетейік. Так, мынау грязный ма? Мына қараңыздар, комиссия партнера iTaxi-дікі 2,9 дейді. Комиссия сервиса 7,8, НДС 0,9%. Грузовойға кішкене аздау екен экономға қарағанда. Ол өткен бағалар жоғары, процент жоғары болса, тем более хайвой болып кетеді деген шығар менің ойымша. Кім біледі? Әзірше линиядан шығып кеттім. Бір сусын алып ішіп алмасам ауыз кеуіп кетті. Осындай. Қараңыздар, сосын мынандай жағдай болды жаңа. Мынау кісіні артып болғаннан кейін барлық заттарын бәрін көмектесіп от алдырып, телефоным қатып қалды. Сонымен от алдырдым да жүріп кеттім. Сөйтіп телефон перезагрузка жасап, қайтып бәрін қосып, енді в путиді бассам, вы далеке от точки деп путиді басқызбай қойды. Сонымен жаңа кішкене бір 300-400 метр жүріп кетіп едік. Қайтадан қайтып барып жарты жолға. Сосын в путиді басып, сосын кейін бірақ жүрдім. Сол үшін орныңыздан қозғалмаңыз, путиді басып барып, содан кейін қозғалсаңыздар дұрыс болады. Қайтып жүрмеу үшін да. Келесі тапсырыс түсті. Зетадан түсті ғой деймін. Баратын жері алыс емес, Рыскул 61В дейді. Карта ашылмайды екен. Грузчик деген функция қосылмаған мына тапсырысқа. Есіктерін ашып қойып, екі қолды қалтаға салып қойып, қарап тұра беруге болады, бірақ енді өзім сияқты жап-жас жігіт бір өз деп жүгіріп жүргеннен кейін қарап тұрамайсың бәрібір ше. Қазақ жандылық деген осы шығар. Қанымызда бар шығар. Сонымен көмектесіп салысып жерін мен. Айтқанымдай жаңа алыс емес жер. 18 минут берді жолға. Түсіріп алғандары бар. Сонымен көреміз қандай тариф болатын қазір. Жаңағы соңғы тапсырысты алғаным, Зетадан алған. Қараңыздар, клиенттен мен 2300 теңге алдым. Клиент маған мына
2,5 мың теңге жіберді Каспиге. Сосын одан бөлек маған Яндекс 4 мыңға туралап берді. Бір қызығы рахат болып отыр, негізі өзіме ұнап жатыр. Өйткені 2,3 тапсырыс десе болады ғой. Біреусіне бардым, подачасының ақшасын берді. Сосын бір тапсырыс грузчигімен болды. Жақсы тапсырыс, енді мынау тапсырыс кішкентай тапсырыс, жарты сағаттық тапсырыс. Соның өзінде жүрген жолым 36 километр жүрдім. Үйден азанда от алдырып шыққалы бері 36 километр жүрдім. 17,5 мың теңге. Мен болсам экономда 17 мыңды шығару үшін час пиктен, пробкадан патыр-пұтыр кетесің. Камерамның аккумуляторы отырып отыр. Жаңа осының алдындағы тапсырысты түсіре алмадым. Жердің бір жеріне жіберді. Қоян құс деген районда жүрмін. Енді тағы бір тапсырыс түсті. Ой, қоян құс 2 ма не мұның? Жол жоқ мына жақта. Мен барайын деп жүрмін. Алдыңғы тапсырыстың бағасы 4,090 теңге болды. Мынандай тапсырыс. Шамамен 50 минуттық тапсырыс. Егер сіздерді тіркелгілеріңіз келіп жатса, видео сипаттамасында және ең бірінші комментарийда менің WhatsApp номерім болады. Ол тек қана WhatsApp, ол жерге звондамай қойыңыздар. Тек қана WhatsAppқа жазыңыздар және таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 10-ға дейін жазсаңыздар, тіпті керемет болады. Сол жерде мен сіздерді тіркеймін, iTaxi паркына тіркеймін. iTaxiге менің атымнан тіркелген адамдарға парктың комиссиясы 4% болады. Және басында мен сіздермен связьда боламын, тіркелулеріңізге көмектесемін жаңағы. Менің атынан тіркеліп, содан кейін 5 тапсырыс орындағаннан кейін сіздерге және 1000 теңге бонус баланстарыңызға түседі. iTaxi үнемі әртүрлі мотивационный жаңағы 30 ойындар ойнатады. Ол жерде мысалы қазір февраль айында пәтер ұтысы болады. Одан бөлек жаңағы смартфон, регистратор, чехол деген сияқты көптеген көлікке керекті зат, жаңағы жұмысқа керекті заттарды ойнатады. Басты мейрамдардың бәріне де күшті жаңағы сыйлықтар 30 ойынын жүргізеді. Оған қатысу үшін сіздерге жаңағы тәулігіне 10-15 тапсырыс жасасаңыздар, сіздер купон жинайсыздар, билет сияқты, жаңағы лотерейный билет сияқты өзінің жеке номері болады. Сол арқылы сіз жаңағы 30 ойындарға, конкурстарға қатысасыздар. Одан бөлек аптасына 7 күн 24 сағат бойы қолдау көрсету нөмірлері бар iTaxiде. Сол жерде сіздерге жаңа әртүрлі жағдай болып қалған кезде сол жерге хабарласып, өздеріңіз жағдайларыңызды түсірсеңіздер, қолынан келгенше көмегін беріп жатады. Және ең жиі қойылатын сұрақтардың бірі, Мерей, баланстағы ақшаны қалай шығарамыз дейді. Мен iTaxiде былай шығарады. Запросить деньги у парка дейміз, привязать номер, добавить новую карточку дейміз. Так, кетті мен. 43 21 Каспий. Сохранить. Успешно дейді. Картаның номерін көріп қойдыңыздар ма? Сіздерде ақша сап тұрсаңыздар болады, сол жерге тегім. Все, мені карта байланды. Қазір 21 мың теңге тұр, менде 20 мың теңге мен сұраймын. Пах. Отправить запрос. Отправлен дейді. Көреміз қанша уақытта түсіретін. Моментально 20 мың теңге түсті. Сонымен соңғы тапсырыс мынандай болды, қараңыздар. 8:31-де алдым. Подачасы бірақ ұзақ болды. Жоқ. Жалпы тапсырыс
21 минуттық тапсырыс болды. Мен келгенім 15 минут, әкелгенім 5 минут болды ғой, короче. Тез-тез салып, тез-тез түсіріп алды. Бұл қаланың шеті болғаннан кейін 4000-дық бонус істемеді. Маған 3,5 теңгеге туралап берді. Клиенттен 2000 теңге без сдача алдым. 2150, маған 5000 беріп тұр. Менде просто сдача болмағаннан кейін 2000 теңге бар ма дедім, бар деді, ала салдым сонымен. Ар жағында жаңа 3,5-ға туралап берейін деп тұр ғой сонда Яндекс маған. Болды енді, бүгінге жетеді деп ойлаймын. Тарифтерді көрдіңіздер, міне қарап. Мынау ең біріншісі отмена, подачаның несін берді маған. Одан кейінгісі 13.000 жаңа грузчигімен болғаны 4.000-дан екеу болды. 4.000 біреу, 4.092-шісі. Қазіргі соңғы тапсырыс 3,5 теңге. Сондағысы грязный 27,5 комиссиядан бөлек қалғаны 23.924 теңге қалып отыр. Бензин мен газды есептеуге мүмкіншілік болмады. Өйткені жаңа тола ұстау керек та, сосын жұмыс біткеннен кейін қайтадан толтыру керек, сол кезде көрінеді. Бүгінше осы, келесі жолы толық бір күн жұмыс істеп түсіретін боламын. Қазір домойды қосамыз. Домой. Үйге жақындап қалдым, тапсырыс түскен жоқ. 4 тапсырыс орындадым. Таза жүргенім 2, ары кетсе 2,5 сағат болған шығар. Оның қалған уақыттың бәрі основном күтумен өтті. 23.924 дей берейік. Газ құйып тастадым. Полный 100 литр трайт етіп қалып, ертең бұйырса электрикке бару керек болды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода жолыққанша аман есен сау болайық бәріміз.